Алматыда 13 мыңнан аса кәсіпорын еңбек шартын электронды жүйеге тіркемеген. Бұл туралы еңбек инспекциясы комитетінің мамандары Әуезов ауданында ұйымдастырылған кеңейтілген отырыста мәлімдеді. Басқосуда бюджеттің кіріс бөлігін арттыру және еңбек қатынастарын заңдастыру мәселелері талқыланды. Жиынға шартты дұрыс орындамаған 50-ге тарта кәсіпкер шақырылды. Отырыста еңбек қатынастарын заңдастыру, жалақыны конвертпен төлеуге жол бермеу, еңбек және салық заңнамасының сақталуы жайында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Мамандар Әуезов ауданында 15 мыңнан аса белсенді кәсіпорын тіркелгенін атап өтті. Оның 47-сі ірі, 125-і орта және 15.257-сі шағын кәсіпкерлік субъектілер. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы еңбек ақпараттық жүйесі мен салықтық есептілік деректерін салыстыру нәтижелерін айтты. Талдау қорытындысы бойынша еңбек шарттары тіркелгенімен салықтық есептілікте еңбек ақы төлемдері көрсетілмеген немесе нөлдік көрсеткіштер ұсынылған 1608 салық төлеуші анықталған. Әр аудандардың комиссиясымен осы жұмысты біргелікте атқару барысында бүгінде 736 предприятияның осында келісімшарттары ретке келтірді. Жұмыскер келісімшартқа жұмысқа алған кезде ертең оған да еңбек кодексіне сәйкес оған жауапкершіліктер қарастырылған. Сол себептен келісімшарттардың бәрі жұмыскер мен жұмыскердің алдында міндетті еңбек шарты болу керек, ол электронды жүйеде тіркелу керек. Жалақыны бәріміз білеміз, ауызша бір келіседі және официалды түрде ол басқаша беріледі. Сол себептен бұның бәрін бірге заңдастырып, бірдей қалыпта жүргізілуін кәсіпкерлер соған шақырамыз. Бұның септігі біздің бюджеттің толуына көмектеседі, және де осы бюджеттің толғанына қарай ол үкіметке де тиімді пайдалы шараларды арттыруға мүмкіндік береді.